Неліктен денені сілтілеу керек? Қышқылдық тепе-теңдік сақтау денсаулықтың негізі болып табылады. Сілтілік ортада жасушалар тиімді жұмыс істейді. Оттегімен қаныққан және жойқын процестерден қорғалған болады. Көрнекті ғалым Отто Варбургтың зерттеулері денені сілтілеу үлкен аурулардың, соның ішінде қатерлі ісіктің алдын алуға көмектесетінін көрсетті. Арнаны ауыстырмаңыздар. Бейнені соңына дейін көретін болсаңыздар, біз денсаулықпен ұзақ өмір сүру үшін тепе-теңдікке қалай жетуге және оны сақтауға болатыны туралы егжей-тегжейлі қарастыратын боламыз. Ауруды алдын алуда қышқылдық сілтілі балансының маңызы. Ауру жоқ. Атақты ғалым Отто Варбургтың бұндай мәлімдемесі біртүрлі болып көрінуі мүмкін, бірақ оның ғылыми зерттеулері дененің қышқылдық сілтілі балансын сақтау бізді көптеген аурулардан, соның ішінде қатерлі ісіктен қорғай алатындығын көрсетті. Бұл әдістер қарапайым және барлығына қолжетімді. Отто Варбург деген кім? Бұл көрнекі неміс ғалымы. Химия және биология саласындағы зерттеулерін 19 ғасырдың аяғында бастады. 1906 жылы ол химия бойынша докторлық диссертациясын аяқтап, 5 жылдан кейін медицина ғылымдарының докторы болды. Оның негізгі қызығушылықтары ашыту, фотосинтез, метаболизм процестері, сондай-ақ тірі организмдердің жасушаларындағы тотығу-тотықсыздану процестерін зерттеуді қамтыды. Варбургтың басты еңбегінің бірі жасушалық тыныс алу жүйесінің ашылуы болды. Ал ол үшін ол Нобель сыйлығымен марапатталды. Варбургтың жұмысы үлкен практикалық маңызға ие болды. Ол қатерлі ісіктердің қалай пайда болатыны және дамитыны туралы түсіндіруге тырысты. Ғалым қатерлі ісік ауруларының негізгі себебі жасушалық тыныс алу жүйесінің өзгеруі деген қорытындыға келді. Оттек алмасуының орнына жасушаның энергиясы глюкозаның ашытуымен қамтамасыз етіле бастайды. Варбург жасушаларда оттегінің жетіспеушілігі глюкозаның анаэробты метаболизміне ауысады. Бұл рак клеткаларының дамуына ықпал етеді деп қорытындылап кетті. Ол сонымен қатар пестицидтер мен басқа да зиянды заттар жасушалардың аэробты тыныс алуын тежейтінін атап өтті. Әрі қарай ғалым өз зерттеулерін қышқыл және сілтілі өнімдердің жасушалық процестерге әсерін зерттеуге бағыттады және сілтілік тепе-теңдікті сақтаудың маңыздылығы туралы маңызды тұжырымдар жасады. Қышқылдық сілтілі балансының біздің денемізге әсері. Біз дененің қышқылдық сілтілі балансы туралы жиі естиміз, бірақ оның қаншалықты маңызды екенін әрдайым түсіне бермейміз. Біздің ағзамыздың қалыпты жұмыс істеу үшін қандағы pH деңгейі шамамен 7,10-нан 43 бөлігін сақтау қажет. Егер бұл көрсеткіш сәл ғана ауытқып, 7,0-ге дейін төмендесе, онда адамның өміріне қауіп төнеді. Сілекей, буынішілік сұйықтық, лимфа және жұлын сұйықтығы сияқты басқа дене сұйықтықтарының да қышқылдық сілтілі нормалары бар. Неліктен бұл тепе-теңдікті сақтау соншалықты маңызды? Бұл жасушаларға оттегіні ұстап тұруға мүмкіндік береді. Жасушалардың қалыпты тыныс алуы мен қоректенуін қамтамасыз етеді. Ол өз кезегінде жасушаларды олардың дамуындағы ақаулардан қорғайды және көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Судың тепе-теңдігін сақтау да ерекше маңызды рөл атқарады. Оның pH көрсеткіші әдетте шамамен 7 бірлікті құрайды. Бұл бейтарап көрсеткіш болып саналады. Алайда біз ішуге жарамсыз тазартылған су туралы айтып отырғанымызды есте ұстаған жөн. Өйткені бұл организмнен минералдардың шайылуына келеді. Оларсыз дененің ішкі ортасы қышқыл бола бастайды. Қышқылдық сілтілі тепе-теңдігінің бұзылуының себептері әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы біздің тамақтануымыз болып табылады. Қазіргі заманғы өнімдер көбінесе терең өңделеді және құрамында қант, тұз, пестицидтер және дененің қышқылдануына ықпал ететін басқа да заттар көп болып табылады. Алкоголь әсіресе теріс әсер етеді. Сонымен қатар мұндай тағамдар калий, кальций, магний, молибден және натрий сияқты маңызды минералдардың жетіспеушілігін тудыруы мүмкін. Бұл алкогольді ішкеннен кейін тұзды нәрселерді жеуге деген ұмтылыс, қысымның жоғарылауы, буындардың ауруы және тырнақтар мен тістердің нашарлауы түрінде көрінуі мүмкін. Бұл белгілер ағзаның қышқылдануына келетін қажетті микроэлементтер деңгейінің төмендеуін көрсетеді. Тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін дене ішкі ағзалардың жұмысын төмендетуі мүмкін. Нәтижесінде созылмалы аурулар да пайда болып жатады. Қышқылдық сілтілі балансын сақтау принциптері. Қышқылдық сілтілі балансын өз бетінше бақылауға және реттеуге бола ма? Әрине болады. Көптеген адамдар Отто Варбург жасап кеткен тамақтану принциптеріне сүйене отырып, әл-ауқаттың жақсарғанын және созылмалы ауру белгілерінің жойылғанын атап өтіп жатады.
Қышқылдық сілтілі тепе-теңдігін сақтаудың негізгі принциптерінің бірі тепе-теңдікті сілтілік жағына оңай ауыстыруға ұмтылу болып табылады. Ол үшін күнделікті бірнеше қарапайым нұсқауларды орындау қажет. Күніңізді бір стакан судан бастаңыз. Оған тазартатын және сілтілендіретін қасиеттері бар лимон шырынын қосуға болады. Тағы бір нұсқасы 220 мл суға 2 ас қасық алма сірке суын қосыңыз. Күні бойы осындай қоспаның 1-2 стаканынан ішіп отыру ұсынылады. Екіншіден, зәйтүн майы мен лимон шырыны қосылған салаттарды үнемі тұтынып отырыңыз. Бұл денені кальциймен қамтамасыз етеді және сілтілі ортаны сақтауға көмектеседі. Ал егер сіз тамақтанғыңыз келсе, ең жақсы таңдау магний мен кальцийге бай бадам болып табылады. Ол қандағы глюкозаны қалыпқа келтіреді. Ал оны кәдімгі сүттің орнына қолдануға да болатын бадам сүтін тұтынуға да пайдалы. Жеңіл таңғы ас немесе жеңіл тағамдар үшін темірге және басқа да пайдалы заттарға бай спирулина қолайлы болып табылады. Физикалық белсенділік пен су. Қышқылдық сілтілі тепе-теңдігін сақтаудың тағы бір маңызды аспектісі физикалық белсенділік. Тұрақты жаттығулар, ашық ауада серуендеу және дене шынықтырудың басқа да түрлері денеден жиналып қалған қышқыл өнімдерін шығаруға көмектеседі. Бұл тепе-теңдікті қалыпқа келтіруге және жалпы денсаулықты жақсартуға ықпал етеді. Сонымен қатар дұрыс тыныс алудың маңызы зор. Табиғатта терең тыныс алу дене тіндерін оттегімен қанықтыруға көмектеседі. Бұл көмір қышқыл газының қалыпты деңгейін сақтайды және жасушалардағы гликолиз сияқты зиянды процестердің дамуына жол бермейді. Таза суды жеткілікті мөлшерде ішу өте маңызды. Суды тұтынуды өз қалауыңыз арқылы анықтау керек және жалпы сіз шөлдеу сезімін сезінбеуіңіз керек. Суды үнемі кішкене бөліктерден ішіп отырыңыз. Өйткені ол токсиндерді кетіруге көмектесіп қана қоймайды. Сонымен қатар денені қажетті минералдармен қамтамасыз етеді. Табиғи көздерден сапалы су ішкен дұрыс. Тым тазартылған немесе ағын су қажетті химиялық қосылыстарға кедей болуы мүмкін, немесе қышқылдықтың жоғарылауына себепкер болуы мүмкін. Тағы бір маңызды ереже диетадағы ет мөлшерін бақылау. Ақуыз ағзаға қажет, сондықтан етті үнемі, бірақ фанатизмсіз тұтыну керек. Күніне шамамен 100 грамм ет жеу жеткілікті. Ал аптасына кемінде 2 рет ораза ұстау күндерін ұйымдастырған жөн. Дұрыс тамақтану, көкөністерді тұтыну. Бұл қышқылдық сілтілі балансын сақтаудың тағы бір маңызды аспектісі. Диетаға спаржа, кабачки, баклажан, бұрыш және брюссель қырыққабаты сияқты көкөністерді қосу ұсынылады. Олар ағзаның сілтіленуіне ықпал ететін дәрумендер мен микроэлементтердің бай көзі болып табылады. Дегенмен картопты теріс пайдаланбаңыз, себебі ол кері әсер етуі мүмкін. Сонымен темекі шегу, алкогольді тұтыну және газдалған сусындарды жиі ішу сияқты жаман әдеттерден бас тартуға ерекше назар аудару керек. Мысалы, бір банка газдалған шырынның қышқылдығын кетіру үшін 30 стакан таза су ішу керек екен. Шындығында күні бойы бұндай газдалған сусындарды ішетін адамдарға оның жағымсыз әсерлерін жою өте қиын болады. Осы қарапайым ережелерді сақтау дененің күйін қалыпқа келтіруге және жазылмайтын аурулардан, соның ішінде қатерлі ісік пен саңырауқұлақ инфекцияларынан қорғауға көмектеседі. Жалпы қорытындылап айтатын болсақ, сілтілік ортада рак клеткалары да, саңырауқұлақтар мен басқа да патогендер де дами алмайды. Ал сіз өзіңіздің денеңіздің тепе-теңдігін қалай сақтайсыз? Комментарийде өз әдістеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.